Ассалаумағалейкум. Оқырмандарым, бүгін бізде шымшыма тағамы. Ол үшін біз етті, пиязды, сәбізді, қырыққабат және картопты ұсақ төртбұрыштерге турап шығамыз. Содан кейін қамырымызды дайындауға кірісеміз. Қамырымызды тек су мен тұзбен ғана илейміз. Енді қамырымызды жұқа қылдырып жаямыз. Жайылған қамырды ыңғайлы болу үшін 4 бөлікке бөліп, әр бөлігіне май жағып шығамыз. Май жағылған қамырымызды төртбұрыш бөліктерге кесіп шығамыз. Енді тағамымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен ысып тұрған майға етімізді қуырып аламыз. Сәлден кейін пиязымызды қосып араластырып, дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Содан кейін сәбізді, қырыққабатты және картопты саламыз. Картоп пен қырыққабатты салғаннан кейін сәл тұздаймыз. Қамырымызды салуға кірісеміз. Қамырымызды картоптың бетін толықтай жабатын қылдырып, жаймалап салып шығамыз. Бәрін салып болған соң, орташа отта 30-40 минут пісіреміз. Мен тағамымыз дайын, видеода көрсетілгендей ұсынамыз. Отбасыларыңыздың барлық мүшесіне ұнайтынына сенімдімін. Өте ерекше дәмді, жұмсақ тағам. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.